Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде «Забивание камнями сораим» фильмі. Фильм Иранның шөл дала жолында басталады. Онда француз-Иран журналисі Фридун Сахиб ем көлігі бұзылып, жолда қалып қояды. Фридун көмек күтіп тұрған сәтте, шағын автобус келіп, оның көлігін жақын маңдағы Кухпайы ауылына сүйреп апаруды ұсынады. Сол уақытта Зехра есімді әйел Фридунның қалаға кіріп бара жатқанын көреді. Ол сол кезде сүйектер мен жыртылған киімдерді көміп жүрген болатын. Зехра Кухпайыге қайтып келгенде, Фридунның жергілікті механик Хашимді көлігін жөндеуге көндіріп жатқанын байқайды. Фридун Хашимге әдеттегі бағадан көбірек төлейтінін айтқанда ғана Хашим келіседі. Фридунның сөмкесіндегі диктофонды көрген Зехра оның журналист екенін аңғарады. Ол Фридунға жақындап, ауылдың қараңғы сыры жайлы бірдеңе айтқысы келеді. Алайда оны әкім Ибрагим мен Мулла Шейх Хасан тоқтатып, қуып жібереді. Бұл ер адамдар журналистің ауылда жүруінен қатты мазасызданған секілді. Олар Зехраны ақылсыз деп атап, Фридунның жеке өмірін қазбалап сұрауға тырысады. Кейін оны түскі асқа шақырады. Бірақ Фридун олардың ұсынысынан бас тартып, орнына кафеге барады. Сол жерде Зехра оған қағазға оралған доп лақтырып, назарын аударады. Фридун қағазды ашқанда, ішінен бір сүйек пен Зехра үйінің картасы шығады. Кейінірек Фридун жасырын түрде Зехраның үйіне барады. Зехра оның келгенін байқап, жиеннің қыздарын үйге кіргізіп жібереді. Қонағына шай дайындайды. Ол Фридунға өз оқиғасын айтып, жаздырып алуды сұрайды. Фридун келіседі. Зехраның айтуынша, бұл оқиға оның жиені, екі ұл мен екі қыздың анасы Сорая Манучери туралы. Оның күйеуі Әли өте қатыгез болған, және Сораяға жиі қол көтеретін. Бірнеше апта бұрын Әли Сораяға өзінен ажырасып, 14 жастағы Мәриям есімді қызға үйленгісі келетінін айтқан. Алайда Сорая балаларды жалғыз өзі асырай алмайтынын білгендіктен ажырасуға келіспейді. Сонда Әли Хасаннан Сораяны ажырасуға көндіруін сұрайды. Алғашында Хасан бас тартқанымен, Әли оның қылмыстық өткен өмірін бетіне басып, бопсалаған соң, ол келіседі. Хасан Сораяның үйіне ажырасу туралы сөйлесуге келгенде, жасырын тыңдап отырған Зехра бәрін естіп тұрады. Әли Сораяға қыздарын үйде қалдыруға рұқсат ететінін айтса да, ол бұған келіспейді. Өйткені бұл оларды асырауға жеткіліксіз еді. Содан кейін Хасан Сораяға үй шаруасына көмектесіп, қыздарын асырау үшін ашынасы болуды ұсынады. Мұны естіген Зехра жасырын жерінен шығып, Хасанға Сораяны қорлағаны үшін қатты ашуланып, оны қуып жібереді. Кейін Зехра жиеннен оның некесі жайлы сұрайды. Сорая оған Әлидің ұрған жерлерінен қалған көгерген денесін көрсетумен ғана жауап береді. Сол кезде Әли үйге келіп, Сораяның ажырасудан бас тартқаны үшін оны сөгіп, өзіне күлкі қылғанын айтып ұрсады. Ол Мәрияммен үйлену жоспарын балалардың көзінше еш қысылмай айтады. Тіпті ұлдарын Сораяға қарсы қоюға тырысады. Сорая күйеуінің өзімен қыздарына дұрыс қарамайтынын айтқанда, үлкен ұлы әкесін қорғап, анасын ер адамға бұлай сөйлеуге болмайтынын айтып кінәлайды. Бұған ашуланған Сорая ыдыстарды жерге лақтырып сындырады. Әли оған сол ыдыстардың ақысын қайтаруды талап етеді. Осы кезде Сорая шыдай алмай, қызын алып үйден кетуге тырысады. Әли оны тоқтатуға тырысып, соққыға жықса да, Сорая оған қарсы тұрып, Зехраның үйіне қашып барады. Зехра Сораяға көмектесуге уәде береді. Ол әкімнің көмегіне сенеді, себебі ол бұрын Зехраға ғашық болған. Сол сәтте Хашим үйіне жүгіріп келіп, Зехрадан өліп бара жатқан әйеліне көмектесуін сұрайды. Өйткені дәрігер жоқ болатын. Зехра Хашимнің үйіне асығып бара жатқанда, жолда Әлидің көлігінде басқа бір әйелмен отырғанын көреді. Хашимнің үйіне жеткенде, оның әйелі қайтыс болып үлгерген еді. Зехра қолынан келгенін жасап, мәйітті жерлеуге дайындауға көмектеседі. Ал Сорая басқа ауыл әйелдерінің марқұмның заттарын ұрлап кетуіне жол бермейді. Кейін Зехра Хашанмен сөйлеседі. Ол Хашимге үй шаруасына көмектесіп, баласына қарайтын адам керек екенін айтады. Хашан бұл жұмысты Сорая атқара алатынын ойлайды. Зехра келіседі, бірақ бір шарт қояды: Сораяға жалақысы толық төленеді, және күйеуі Әли бұл ақшаға қол жеткізе алмайды. Хашан бұл талапқа келіседі. Алайда кейін әкім Ибрагим Зехраға ашық сөйлеген үшін ескерту жасап, бұл басына бәле әкелуі мүмкін екенін айтады. Сорая Хашимнің үйінде жұмыс істей бастады, және ол да, оның ұлы да Сораяның көмегі үшін риза болды. Бірақ Сорая Әлидің алыстан оны аңдып жүргенін білмеді. Сораяның өмірі біртіндеп жақсара бастады. Хашим оған жақсы қарады. Ол өз еңбегімен ақша таба бастады. Тіпті Зехраға ақша жинап беріп отырды. Болашақта өзімен бірге қыздарын да ешкімге тәуелсіз асырауға үміттенеді. Бұл жағдай Әлиді ашуландырды. Ол Хашанға барып, Сораяның Хашиммен көңіл қосып жүргенін айтты. Хашан оған сенбеді, өйткені Сораяның ар намысты адам екенін білетін. Бірақ Әли оны кез келген жолмен сотқа беріп, енді ешқандай қаржылай қолдау көрсеткісі келмейтінін айтты. Көп ұзамай ауыл ішінде Сораяның опасыздығы туралы өсек тарады. Келесі таңға қарай Зехра бұл сыбысты ауыл тұрғындарынан естіді. Сол арада Сорая қыздарымен далада гүл теріп, жақсы күн өткізіп жүрген болатын. Олар терген гүлдерін Хашимнің үйін сәндеу үшін әкелді. Хашим үйге оралғанда, Сораяның еңбегін көріп, оны кешкі асқа қалуға шақырды.
бірақ Сорая ұсынысты қабылдамады. Келесі күні Зехра Ибрахимнің Әли мен Хасанның алдында Сорая туралы шағымын тыңдап отырғанын естіп қалады. Ибрахим Сораяны сотқа тарту үшін дәлел немесе куәгер керек екенін айтты. Зехра одан Әлидің жағына шыққаны үшін есеп сұрағанда, ол Әлидің айтқандары шындық болуы мүмкін дегенді меңзеді. Бұған ашуланған Зехра оны шапалақпен ұрады. Сол сәтте Зехра Сораяны бұл қастандық туралы ескертіп, оны сақтандырды. Алайда Сорая Зехраны артық уайымдап жүр деп ойлап, сөзіне сенбеді. Сол уақытта Әли мен Хасан Хашиммен кездесіп, Сораяның оған қалай қарайтыны туралы сұрай бастады. Олар оған оқи алмайтын бір келісімшартта ұсынып, жағдайды одан әрі күмәнді етті. Ыңғайсызданып қалған Хашим ол жерден кетіп қалды. Бірақ олар Хашимді босатпады. Керісінше, егер куәгер болмайтын болса, ұлын түрмеге не ақыл-ес ауруларына арналған ауруханаға қамаймыз деп қорқытты. Мәжбүр болған Хашим өтірік айтуға келісті. Ол Сораяның онымен әйелі сияқты сөйлескенін, тіпті төсегінде жатқанын айтты. Күштеп алынған бұл куәлікпен Әли Сораяны үйден қуып шығып, оны көше ортасында ұрып соға бастады. Ол айғайлап, әйелінің опасыз екенін айтып жатты. Зехра араша түсуге тырысып, мұндай жеке мәселені елдің көзінше талқылап жатқаны үшін Әлиге ұрысты. Сосын көршісінен әкімді шақыруды сұрап, Сораяны үйіне тығып жібереді. Әли олардың артынан үйге кіріп кетеді. Кейіннен Ибрахим де келеді. Ол Әлидің Сорая мен Хашимнің қол ұстасып, сыбырласып тұрғанын көргенін естіп, бұл оның көзімен көрген дәлелі екенін айтады. Зехра Сорая тек мейірімділік танытқанын айтып, мұның қылмыс емес екенін дәлелдеуге тырысады. Бірақ дәл сол кезде Хашим келіп, Әли мен Хасан мәжбүрлеген жалған оқиғаны айтып береді. Осы сөздердің негізінде Ибрахим Сораяны сотқа тартуға шешім қабылдайды. Ауылдың ер адамдары Ибрахим, Хасан, Әли, оның ұлдары және Сораяның әкесі Мортеза жиналып, Сораяның ісін қарауға кіріседі. Сораяға өзін қорғауға ешқандай мүмкіндік берілмейді. Ең шок жағдай, әкесі Мортеза қызының күйеуіне опасыздық жасағанын айтып, оған таспен ату арқылы өлім жазасын тағайындайды. Бұл шешімді естіген Зехра Сораяны құтқаруға тырысады. Бірақ ер адамдар оларды тоқтатады. Қашып құтылу мүмкін емес екенін түсінген Сорая тағдырына мойынсұнады. Ол көз жасын төгіп, соңғы қоштасу ретінде зергерлік бұйымдарын қыздарына беріп, Зехрадан олар есейгенде шындықты айтып беруге уәде сұрайды. Бүкіл ауыл таспен ату рәсіміне дайындала бастайды. Кейбір ер адамдар шұңқыр қазып, тастар жинап жатса, Ибрахим дұға оқып, өздерінің дұрыс істеп жатқанына күмән келтіре бастайды. Ал Хасан болса, өзін әдемілеп, сырт келбетін түзеп әлек. Үйге қайтып келгенде, Сорая ұлдармен қоштасуға тырысты. Бірақ үлкен ұлы інісін қолынан ұстап, шешелерінен теріс айналды. Бұл Сораяға ауыр соққы болды, ол жылап, өз-өзіне ие бола алмады. Зехра соңғы сәттерде оны жұбату үшін шашын сипап, ән айтып, барынша демеу көрсеткісі келді. Сораяны таспен ату күні келіп жетті. Сорая мен Зехра есіктен шыққанда, ашулы тобыр қарсы алды. Екі әйел де адамдардың Сораяға айтқан ауыр сөздеріне мән бермеуге тырысып, бірге жүрді. Тас ату алаңына жеткенде, Ибрахим мен Хасан Сораяның үкімі мен оған берілетін жазаны тағы да жария етті. Таспен ату. Бұл жаңалықты естіген жұрт қуанышпен айғайлай бастады. Кенеттен ауыл базарында өтетін қойылымын жарнамалау үшін келген сайқымазақтар мінген фургон келіп, жұрттың назарын бөліп жіберді. Бірақ оларды тез қуып жіберіп, тас ату рәсіміне қайта оралды. Сораяның бүркеншігі шешілді, қолдары байланды. Содан кейін оны алдын ала қазылған шұңқырға отырғызды. Оның тек үстіңгі денесі ғана сыртта қалды, ал қалған денесі жерге көміліп, қашуға мүмкіндік қалдырылмады. Соңғы үмітпен Зехра халықты тоқтатуға тырысып, өзінің орнына өлім жазасына кесуді өтінді. Бірақ ер адамдар оны күштеп шетке сырып, Сораяны таспен өлтіру үшін дайын тұрды. Бірінші болып Сораяның әкесі Мортеза тас лақтырды. Бірақ ол екі ретте мүлт кетті. Бұл сәтте көпшілік арасында, бұл Құдайдың Сораяның жазықсыз екенінің белгісі емес пе, деген күбір пайда болды. Бірақ ол тез ұмытылды. Келесі болып Әли тас лақтырды. Бұл жолы тас Сораяның басына дәл тиді, беті қанға боялды. Сорая ауырсынғаннан айғайлаған кезде, келесі болып Хасан. Одан кейін өз ұлдары тас лақтыра бастады. Хашим де тас лақтыруға мәжбүр болды. Бірақ оның ар-ожданы Сораяның жазықсыз екенін біле тұра, оны бұл зұлымдыққа итермелегеніне қарсы болды. Ақыры ол ұлын алып, бұл сұмдықтан кетіп қалды. Содан кейін бүкіл ауыл тас лақтыра бастады. Сорая қанға бөгіп, қозғалыссыз қалды. Ол өлгеннен кейін адамдар жайына тарап кетті, ал мәйіті еш қамқорлықсыз қалды. Бұрын қуылып кеткен сайқымазақтар қайтып келіп, Сораяның денесін матаға орап, құрмет білдірді. Түн түскенде ауыл тойлап жатқанда, Зехра мен оның достары қайтып келіп, Сораяның денесін жерден қазып алып, өзенге апарып, оған соңғы тыныштық орнын сыйла. Зехраның әңгімесі осымен аяқталады. Қазіргі уақытқа оралсақ, Фридун диктофонды тоқтатып, таспаны шығарады. Оны стелге қояды. Дәл сол сәтте Хашим кіріп келіп, көлігінің дайын екенін және ауылдан кете алатынын айтады. Олар бірге Хашимның шеберханасына бет алады. Жолда Әли мен Хасанның көлікте отырып,
Мәрияммен некелесе алмай қалғаны туралы сөйлесіп жатқанын көреді. Қыздың әкесі Әлидің уәдесін орындамағаны үшін тойдан бас тартқан екен. Бұған ашуланған Хашим өзін бекерге өтірік айтуға мәжбүр еткендерін түсініп, өкініш білдіреді. Мұны естіген Ибрахим ашуланып қалады. Хашим Әли мен Хасанның өзін қорқытып, Сораяға қарсы жалған куәлік бергізгенін мойындайды. Діншіл Ибрахим бұл күнәға ашуланып, Хасанмен бетпе-бет келмекші болады. Бірақ олар үшін үлкен мәселе туындайды. Фридун таспамен кетіп бара жатыр. Ол таспа Сораяның жазықсыз өлтірілгенін дәлелдейді. Фридун көлігіне мініп, ауылдан кетуге тырысады, бірақ соңынан айғайлағандарды елемейді. Алайда оны Хасанның бұйрығымен қарулы төңкерісшілер тоқтатады. Олар тапанша кезеніп, таспаны беруді талап етеді. Жоймайынша жібермейтіндерін айтады. Фридун кетіп бара жатқанда, Зехра жүгіріп келіп, оның ұмытып кеткен таспасын қолына ұстатады. Ол асығыс жолға шығады, бірақ көлігі тағы да бұзыла бастайды. Осы сәтте Зехра өзін көліктің алдына тұрып, ер адамдарға тосқауыл бола қояды. Көлігіне лақтырылған тастарға қарамастан, Фридун қашып үлгереді. Фильм осылай аяқталады. Зехра жеңіл дем алып, Сораяның хикаясы енді бүкіл әлемге таралатынына сенеді. Фридун бұл оқиғаны кітап етіп жарияламақ, ол кейін халықаралық бестселлерге айналады.